Сәлем достар, сіздермен бірге мен Бека Кезет. Бүгін деген біз ауылдағы өмірімізді жалғастыратын боламыз. Біз деген алында достар, байқадыңыздар ма? Алында көшеме қоя, алда енмен бір қан көріп қалдық та, адамның қанына ұқсайды. Соның бірі біз еліктейміз ба, көрейікші бір. Кәдімгі ер не істеп жатыр екен. Көріп қалды, қаштық. Емай достар, не атып қақ. Емай достар, көрдіңіздер ма? Бағана ғой, короче, неде ана жерде тұрды ғой, маған қарап. Дай мен оның есігін мынаны сындырайын, сосын деген ол тағалақ шығады ғой, Сол кезде сосын деген ол тағалаға шығып кетеді. Сосын мен оның үйіне барып зерттеймін. Қазір мен оның ашайында қашып кетейін. Сол деген мені күмәнданып қалады. Міне көрдіңіздер ма? Мына қып-қызыл қан. Қызыл қан деген адам қаны, адам өлтіріп жүрмекен, сол маған белгілі болып жүрді. Қаш. Ой, қаш. Шықты ма? Шып қалған әлі достар, ана жерді қарап отыр. Тағы мен ол деген отырғанда мен ішіне кіріп кетейін. Не ішіне кіре жатыр? Жоқ, кешіріңіз, мейір мырза, кешіріңіз. Шықпай ма? Кетсе орайға шықпай. Достар, анау артына қарай береді екен. Соны біз пайдаланып, мынаның ішіне кіріп кетейік. Ананың ішінде бір несі бар сияқты ғой жода. Мұны неге көрмеген бұрыннан бері? Қаш. Достар, қашып біттім. Емай достар! Мынау деген адам өлтіреді ғой. Ай, сасқанай мына қандарды. Адамдардың басы мұны полицияға ұстату қажет қой. Мен сені білдім. Сен деген адам өлтіреді екенсің. Демек адамдарды өлтіріп, сонда олардың ақшасын алып алған ғой. Енді түсіндім достар. Енді қазір деген мұны қашып кетейін. Айтпақшы достар, мұны қазір бізді көріп қалады ғой. Сондықтан отаны полицияға бере салайын. Алло, полиция! Бұл сіз ба? Иә, мен. Не болды? Короче деген мен деген бұл... Ойбай, мен өзім досымды оқылайыншы. Қараққа қалып қалдым ғой. Полиция мырза, мен ғой, короче, бір мер деген мырза бар екен. Ол ғой адамдарды өлтіріп, олардың ақшаларын ұрлап кетіпті. Енді деген оны соттап кет тастаңыз. Мер мырза ма? Қазір бала. Мен қазір оны деген адамдармен келіп, оны соттатып жіберем. Жарайды мырза. Достар, соттатып жіберем дейді. Қазір көрейін ендесі. Ешкім жоқ екен. Демек соттатып саған ғой. Ура, достар, енді. Жоқ. Достар, әлі тірі ғой. Қазір айтып көрейінші. Мер, сен не адам өлтіріп тұрсың, Сен деген айттың ғой полицияға ұстатып жібердім деп. Ақымақ. Сен немен полицияға айтып бересің? Сен деген енді біттім дей бер. Қазір мен сені өлтіремін. Қаштым, айбай! Достар, мұна мені өлтіріп дейді. Ойбай, қаштық. Полицияға қайда? Ода қашып кеттім. Бірлес дейді ғой. Ё-моё, достар. Қаш. Қазір полицияға достар айтып шығайын. Тақылайын ма жерде. Отырдым. Мына жерде телефоным. Алло, полиция мырза, істеген не мына азаматты
Неге мына тұтқындаған жоқсыз? Ай, басым. Ай, балақай, анау мер деген бізді өлтіріп тастады. Басқа полициялар жұмады. Бізге оған оның шамасы келмейді екен. Салмаңыз онда. Ё-май, достар. Мер деген оларды өлтіріп тастады. Біреумен әйтеуір. Оның жаман адам бар сияқты осы жерде. Онда мен қазір басқа полицияға жұмайын дейін. Қазір 8707 и 519 осы басқа жер Алматыдағы полициялар енді көрейік енді. Алло, полиция, бұл сіз ба? Иә, менмін ғой, балақай. Не болды саған? Бұл жерде деген бір полиция бар. Ой, полиция тапқан ба? Бір ұры бар екен, соны ұстап берсеңіз қалай қарайды? Ой, жарайды. Ұрыны деген ұры ма? Ұрыны мен деген спокойно ұстаймыз. Өйткені бізде адамдар көп. Ой, жарайды. Достар, бағана көрші, мен осы жерге келдім. Мерді деген тұтқындап тастаған сияқты. Ой, тұтқындап тастады, ес, достар. Достар, содан кейін ғой сол аға айтты да, осы жерде деген біздің бір танысымыз бар. Деді, короче, ол үйде 2 этажный екен, осы жерде тұрады. Сосын ол жерде бір сандық бар дейді. Соның ішінде алмаздар бар дейді, еще достар. Соны алуға жетсін деді маған. Короче, өткен мен ұрыны ұстап бердім ғой, енді көрейік енді. Шынымен де енді көреміз енді. 2 этажный деді ғой, мынау емес пе? Осы ғой, осы сияқты отыр. Қазір 2 этажына бір көрейік, мына жерде сандық жоқ қой. Міне, мына жерде бір сандық бар. Енді көзін жұмайық та. Жұмдық. Енді қазір ашып көрейік. Не бар? Ё-май, достар, біз байып кеттік. Мынада алмаз көп. Жетіп қалып қалайық. Ё-май, достар, бүгін күн деген жақсы болды. Ё-май, алмаз көп қой, біз байып кеттік. Алмаз. Жақсы болды. Енді мен баймын. Баймын, шерген баймын. Достар, енді біз осымен видеомызды аяқтайтын боламыз. Бұл күн деген әдем өтті. Өткен деген біз деген байып кеттік. Және де сол мер мырзаны деген жотатып жердік. Енді келесі серияны көргілеріңіз келсе, 20 лайк басып кетіңіздер. Бағанаға мен бірінші бөліміме. Ал осы видеоға ұнаса да, үшінші серия шыққан үшін 30 лайк басып кетіңіздер. Мен бұл видеоны маңдай терімнен төгіп түсірдім. Енді жинап кетеді деп ойлаймын енді. Енді сау болыңыздар.